Саламатсыздар ма? Мен оңай дайындалатын сүзбелі бәліш рецептімен бөлісемін. Алдымен бөлме температурасында майға шекер мен жұмыртқа салып, ұн араластырып, қосқыш қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 10 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге жұмыртқа мен шекер салып араластырып аламыз. Енді холодильникте қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін оқтаумен жайып табамызға саламыз да, екіншісін бетін әрлеуге алып қоямыз. Салмамызды дайын тұрған табадағы қамырымыздың үстіне құйып, бетін әрлейміз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа пісіріп аламыз. Сүзбелі бәлішіміз дайын. Рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк мен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Шайларыңыз тәтті болсын.